Армысыздар келіншектер, бүгін біз сіздермен 20 минутта дайын болатын творожный пирогтың рецебімен бөлісеміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Және де ыдысымыз құрғақ болу керек. Міне сарысын салдық ыдысымызға. Мына ағын творогтың үстіне салып қойдық. Және де шекер араластырып қойдық екеуіне де. Мінекей. Енді осы сарысыны әдімілеп қамыр илейміз. Мынау ұнға қопсытқышты қосып қойып жатырмыз. Міне мынау жұмыртқаның сарысы мен шекерді, сарымай үшеуін салып, жақсылап қолмен мыжып аламыз. Сарымайымыз қатты ерісе де болады, орташа температурада да болса болады. Маңызды емес. Ең бастысы қолмен жақсылап араласу қажет. Мінекей осылай қолдың мұжу арқылы осындай қамыр илейміз. Жұмсақ әрі салғанда шашылып тұратын қамыр илеп шығамыз. Ал енді творогқа кірісеміз. Творогты да осы қамыр илегеннен кейін бірден езіп қоямыз. Қантты жұмыртқаның ағымен араластырып, осылай біркелкетіп қоямыз. Мінекей дайын. Енді ыдысымызға сарымай құйып, түбін майлап аламыз. Жаңағы иленген творогтың қамырларын осылай тапаға жайғастырамыз. Шетін бәрін осылай жағалау істеп аламыз, шетіне қатырып. Өйткені творогты ұстап тұру керек. Мінекей оп-оңай. Тек қана қолыңызды мұжу арқылы екеуінде мыжып сала саласыз, үстіне творог сала саласыз. Оп-оңай. Міне творогты үстінен басып қоясыз. Сәтте біздің творожный пирогтарымыз дайын болды. Мінекей екіншісін дайындадым. Домалақ ыдысқа, бұл анау 4 бұрыш ыдысқа. Осылай үстін қолмен басып қоясыз. Болды, бітті. Мінекей сәтте біздің пирогымыз пісті де шықты, қызарып, бетінде творогы бар. Бұны кесіп 4 бұрыштап, бетіне кебегіңізді қойып әрлеп қойсаңыз, дастарханның сәнін ашады. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исақова. Менің каналымда оңай әрі ерекше тағамдар бар. Кіріп, жазылып, пікір білдіріп отырыңыз. Мінекей мен үнемі өзім үйде қонақ келетін кезде жасайтын пирогым сәтте дайын болады. Сіздермен болған Ақмарал Исақова.